Қайырлы күн ағайын. Міне бүгін бір топ қарағандылық белсенді азаматтар жиналып, қазіргі еліміздегі жүргізіп жатқан саясатқа, биліктің жүргізіп жатқан әлеуметтік басқа да реформаларына өзіміздің көңіліміздің толмайтынын білдіріп, өзіміздің ел ішіндегі белсенді азаматтары бір топ осы өзіміздің талап арыздарымызды айтып, билікке үндеуімізді жолдамақшымыз. Сол мақсатта жиналған болатынбыз да, сондықтан да өзіміздің талап арыздарымызды айтуға рұқсат етіңіздер. Бақытжан, біздің қоғам белсендісі Бақытжан, осы қазір талаппен таныстырып өтсін. Қарағанды облысының қоғам белсенділері және жергілікті халықтың атынан Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа талап. Бірінші, 1993 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясын қайтару. Екінші, тіркелуге ниет білдірген партиялар мен қозғалыстарды бөгетсіз тіркеу. Үшінші, Қазақстанның өндірістік стратегиялық маңызы бар нысандары мен пайдалы кен орындарын шет елдің қарамағына жалға беру немесе олардың тиісті салада жұмыс атқаратын компанияларына сатуға тыйым салынсын. Бұған дейін бірлік қойған немесе сатылып кеткен өндірістік стратегиялық маңызы бар нысандар мен пайдалы кен орындарды мемлекетке қайтарылсын. Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетел азаматтарының атына заңсыз рәсімделген қазба мен орындары мемлекет меншігіне қайтарылсын. Бесінші, Қазақстан Республикасы Евразиялық экономикалық одақтан, кедендік одақтан, Шанхай ынтымақтастық ұйымынан, ұлттық қауіпсіздік шарттық ұйымынан шықсын. Алтыншы, егіндік, жайылымдық, шабындық жерлер жалға тек қана Қазақстан Республикасының тума азаматтарына ғана берілсін. Жер шетел азаматтарының бұлай қойғанда Қазақстан Республикасының тума азаматтарына да сатылмасын. Қаңтар қырғында әділ баға беру мақсатында зерттеу комиссиясын қайтадан құрылып, комиссия құрамы халық арасынан шыққан беделді өкілдерден жасақталсын. Сегізінші, барлық саяси тұтқындар босатылсын. Осы талап мазмұны Қарағанды облысының қоғам белсенділері мен жергілікті халықтың жиналысында талқыланып бекітілді. Қарағанды қаласы 11 наурыз 25 жыл. Талап етеміз. Талап етеміз.